Мәриям Бұрыбаш 1939 жылда 24 декабрде Ахмечит шәһәрендә Татарский соқағында doğuldum. Оғанда babam Ялталы, o da Ahmet Bұрыбаш. Ялтада yaşaydı anası babası. O Ахмечте оқығанда anamdan tanış olған. Babam çalışaydı Ахмечтің vokzalında начальник орыс olup çalışayken. O institut bitirген екен. Мен babamı көрген ақылымда жоқ babam. Білмеймін. Babam женге кеткен, мен de кішкене едім. Çok ақылымда қалмады. Anam Ахмечте центрде баняда кассир olup çalışayken. Битам бар еді, бізден отырайды. Ахмечте Татарский соқағында yaşaydı. Татарский 73-те. Қорантамызда да Айғам бар еді, Сейран, шынды де бар. Екіншісі Аким, 3 бала. Бір ағам кішкене оғанда өлген екен. Кішкене оғанда. Революция вақытында қарбабамы Мұрат қарбабам бар екен, анам бабасы. Олар Ахмечте магазині бар екен. Магазин тұта екен. И азбарымызда, отырған соқағымызда да магазинчігі бар екен, кішкене. Яшайышлары яқшы екен. 5 баласы бар екен, мына қарбабамы, қартанам. Ана қарбабам өлген соң, битам өзі қалған 5 баладан. Оны, в общем, bütün olған алтынлары, шилерін hepsi Turksinге тапшырған балаларын бақмақ үшін. Сон анам яшлықтан 10 yaşından, 12 yaşından уже çalışıp başlagan екен. Ана оле Қорантада өскен анам. Сон анам бабама барған соң, таныш олып барған соң, бабам бізде Ахмечте отырған. Жоқ еді оле. Раскулаченный жоқ еді.